міне осы Тимирязева көшесі. Иә. Анау бірінші менің светофорым. Жандосова Тимирязева. Содан бастап былай қарай кетеміз. Бисмилля. Бізде бұл жол төсейтін жұмыс. Неге десеңіз, біз жолда жүреміз. Жолда бір-бірін алмастырып орнына шығып тұру деген жоқ. Ондай болмайды. Неге десең, бізде қатаң болатын себебі, біз жолда жүргеннен кейін, Құдай сақтасын, жаман айтпай жақсы жоқ, біз жолдың жиегін сыпырамыз. Сол үшін бізді бір кісі алмастыруға болмайды. Мүлдем, Мүлдем болмайды. Ондай қалсақ жоқ. Әркім өзіне, біз мынау техника безопасностьқа қол қоямыз ба, әркім өзіне жауапкершілікті. Негізі қауіпті жұмыстарыңыз, жолдың жиегіңіз. Жолдың жиегі деген қауіпті ғой. Қасыңда сантиметрге жетпейді, мысалы, примерно 5 сантиметрге жетпейді, машина өтіп тұрады қасыңда. Сен соны тачканы қойып, жол белгісі бар тачкалерімізде, сол жерге қойып, содан кейін біз сыпырамыз. Примерно менің істеп атқаныма, мен 2012 жылдан бері осы Алматы тазалықта жұмыс жасап жатырмын. Алматы тазалықтың ашылғанына 2011-де ашылған Алматы тазалық. Ол мен уже бір жылдығы болған кездер, сол кезде келгенмін. Бір жылдан кейін. Сол уақыттары мен 38 мыңмен бастағанмын. Әзір Аллаға шүкір, кеше осы уже әзір 4-ші ай біздің айлығымыз көбейгеніне біз 270, 285-ге дейін сол көтеріп алып жатырмыз айлықтарымызды. Аты жөнім Салимбаев Ерсін. Жасым 37-те. Алматы тазалық саласында 7-8 жыл болды істеп жатқаныма. Осыдан алдын бригадир болғам. Осы Бостандық ауданында, Жетісу ауданында. Жұмыс көңіліңізден шыға ма былай? Кетпеймін негізі. Балғады енді, басқа жұмыс жоқ қой, қазір жалпы былай қарасаңыз. Сіздің жасыңызға жұмыс жоқ па? Или вообще Алматыда жұмыс жоқ? Жоқ, енді оқыған не болу керек шығар ол үшін бағана арнайы өз мамандығы. Мен де енді өмірде сондай жағдайлар болды, сонымен білмеймін енді осы жұмыстан ба айтар. Нақта бәрі қосып тұр ғой. Болды. Кейбіреулер енді білмеймін, жасырады, кейбіреулерде болады ондай. Былай енді жұмыс болғаннан кейін несін жасырасың? Мысалы, мен достарым, туысқандарым бәрі біледі, мен осы сферада істейтін 7-8 жыл болды. Істеп жатқаным негізі. Осы жақында мен ауыстым водитель болып, механизатор болып. Жасыратын түгі жоқ қой, оның несін жасырасың оның? Өмір ғой. Мынау кәдімгі бағана көше жуатын несі. Бағана базадан кейін заправкаға келеміз. Заправка алғаннан кейін осында келіп, осы жерден су аламыз да. Үсіп, каждый адам өзінің көшесіне шығамыз. Бұл жуады. Жаздың күндері жуамыз, күн осындай жылы кезде. Күн жылы кезде жуамыз, ал күн салқында, мысалы қыстың күндері, мынан алдын лопата болады. Алдымен қар күрейміз, артынан тұз себеміз, бағанағы смес себеміз, қатпасын деп жағдай жасаймыз халыққа. Көрдіңіз қандай лай шығып жатыр, көрдіңіз? Мысалы, өйстіп, каждый адамның өзінің несі бар да, бана берілген заданиясы, көшесі. Мысалы, маған Әл-Фараби даңғылы берілсе, мен Әл-Фараби даңғылындағы осындай қызыл жетектерді жуып шығам. Анда остановка, тротуарларды жуып шығам. Кешке дейін, жұмыс уақыты біткенше, осыларды жуып бітірем өзім. Мен 1965 жылы 15 ноябрьде туылғанмын. Қарақалпақстан Республикасы Нүкіс қаласында. Толыққанды семьяда туылғанмын. 8 ағайындымыз. Осы Алматы тазалықтың тең жартысы станция Чамалғаннан келіп жұмыс жасайды. Ұзынағаштан да адамдар бар, енді олар кеше жақыннан келіп бізге қосылып жатырды. Негізінде көп жұмысшылар сол станция Чамалғаннан өзінен келген жұмысшылар. Таңертең мен сағат 4-те 10 өткенде тұрдым. Жұмыс күніміз осы таңғы сағат 5:10-нан басталады. Біз 5:10-да уже жолға шығып тұрамыз. 5-тен 5 минут өткенде, 7 минут өткенде автобусымыз келеді.
сол азамат мына бала бізбен бірге мінеді. Видеоға түсіріп жатыр, сұрамайсың ба? Не үшін? Сен емес, мені түсіріп жатырыпты. Иә, бір жерге отырып алыңыз. Қалыңыз. Жақсы. Қалайсыңдар, амансыңыз ба? Жақсы. Міне мынау не қылып отыр? Сізді киноға алып жатыр. Таң атпай. Ана, бұл Алмалийскийдің адамы да бұл қасында тұрған. Жаңа бұл кетті ғой деп мінейін деп жатыр да, ай серкемес мереке деп қоямын деп жаңалыққа. Бірде бар, бірде жоқсың, бірде қар, бірде отсың, мақұл дегенің болсын шаршадым. Бар нәрсемді саған бердім, құтқармады сені сезім, жаным сол бәлеге бердің қаншамы. Жанды ма? Жоқ, жанған жоқ. Сол жерде бір екі не бар еді ғой. Жоқ, мама, автоматты. Көрдің ба? Азыр. Жетіге 10 минут қалғанда азыр автобустан түстік. Келіп, мына жерге келіп, шешініп, киімдерімізді ауыстыратын жеріміз. Обедте өш жерге тамақ ішеміз, шай ішеміз. Өш жерге келіп, кішкене демаламыз. Бұл 5-ші бригаданың өзінің отыратын жері. Адам, мысалы, біздің жұмысымыз ауыр, бірақ еленбейтін профессияда бұл. Рахметі жоқ деген да. Қуаныш. Пенсияға осы жерден шықтым. Пенсияға шықтым. Сонда да істеп жатырмын. Қанша? Ең көп айлық қанша? Бізде бірінші разрядтың жол жұмысшылары первый месяц олар где-то 205-210 алады. Потом у нас, видите, сменный график же, Да. и у нас часовой тариф идет. Оларға сағатына төленеді, да? И у нас получается зарплата каждый месяц разная у них, не фиксированная. Допустим, бұлар қазір январь айда, у нас же праздничные дни были, и 31 день. У них получается по 25 дорожных, рабочих дней будет. Бұл айда они хорошо получат. Где-то 280-288 примерно солай алады. А вот февраль месяц, он у нас короткий, и там без праздников. Февраль айда бұлар өздері біледі, они зарплату мало получат. 154 сағат. И вот у нас этот баланс рабочего времени, қалай болады, когда вот месяц 31 день календарных, и праздничные дни есть, вот, допустим, как октябрь, август, декабрь, январь, они хорошо получают. А вот эти месяцы, как ноябрь, да, где праздников нету, там, где 30 календарных дней, там чуть-чуть зарплата меньше будет. Бір жақсы жері айлық дегенде еш іркпейді. Как стик. Үшінде ме, үшінде береді, жетісі ме, жетісінде береді. Жүр қаныңыз, машинға мінгізейін сені. Мына шеті Тимиразова, арғы шеті Абая. Абайдың екеуінің ортасы осы. Бұлай қарай басқа. Мұнағы Жарокова, мұнағы Тілендиева. Осы екі ортаға жауап береміз. Енді орна көп бізде. Орна 400. Үйден таңертең сағат 5-терде шығасын, 6-7-лерде келесің. Зейнетке осынан шығасыз? Графигіңіз қандай? Тоже 4-те бір ма сізде? Бәрі график. 4 күн істейміз, 1 күн демаламыз. Ночной смена бар ма сізде, әлде тек қана күндіз? Ночной бар, басқа біреулер істейді. 4 күн ішінде 4 күн демаласыз. Ночной смена бар ма сізде, әлде тек қана күндіз? 4 күн ішінде 4 күн демаламыз.
Сіздікі күндіз, иә? Иә, менікі күндіз да. Міне мынандай келеді, міне көрдіңіз ба? Міне мынаны аламыз біздер. Күректі бір шетке қоямыз. Мына кісінікін бұлай қыламыз да, мынаны алып жүргеміз. Мына кісіге тек қайтып береміз міне. Бұл кісі кете береді орнына. Бұлар мына жағаны, мына нелер сыпырып жүреді. Көрін, біздің жаңағы не сынған, люк сынған көреміз люкті. Сынғанға алып кеткен бұны, көрдіңіз ба? Сынғаны алып кеткен бұны. Осы жерді сіздер тазалап кетесіздер, иә? Иә, мұнаны біздер тазалаймыз. Көрдің ба? Анадан сынған, көрдің ба? Мынау неге машина түсіп кетсе, мынақтағы машина ұрады, или өзі не болады да, соның үшін біздер жауамыз. Айтып атым ғой, 80 кило, әрі кетсе 100 кило келеді. Салмағы да. Бергелі, келдің ба? 2017'tin beri. Ya? Мысалы полный пакет берді бізге. Полный урнаның пакетін ауыстырды. Bir шеттен ауыстырып келатырмыз. Сен ауыстырып келемін деген біреулер жұмысқа кетеді, біреулер үйінен келеді, жұмысқа кетіп барып тастап кетеді. Ya жолдың бойына орнаға салмайды кейбіреулер. Аратта лақтырып жібереді, ол орнаға түспейді, жағаға түседі. Кім естиді сөзді? Бастық естиді. Көшең болғап жатыр, қаяқта жүрсің? Сен жаңа алып кеткенмен жұмыс жоқ қой адамда. Саналмайды, иә? Адам енді адам көп қой. Адам көп болғанымен адамдарда не жоқ та. Анандай не ұят дегенде, осыны жаңа алып кетті ғой. Көрдің бе? Көрдің бе? Ауызсыз неғып кеткен. Мына пакет жарамайды енді. Көрдіңіз ба? Темекіні тастап, кесіліп қалған, жыртылып қалған. Бұны біздер аламыз да, жаңа пакет қойып кетеміз үстіне орнына. Көрдіңіз ба? Міне. Көрдіңіз ба? Мына пакет жарамайды. Көрдің ба? Темекіні тастаған. Не адам? Көрдің ба? Мына жанында мұсыр жатса, мына мұсырды аламыз міне. Аламыз да, біз пакетке саламыз. Көрдіңіз ғой? Ана орнына тола, жүрім. Әл-Фарабиде Есентай молаға напротив стоянка бар. Мысалға. Ол жер мұны қазір барып тазалап кетсе, 1 сағаттан кейін дәл сондай болып жатады. Өйткені ол жер білмеймін негізі, ана жаққа бір камера қойып, бір андай болады ғой банағы енді. Анау кісілерді де қинай бермей деймін да, рабочийларды шы. Бір или болмаса бір сол жерге бір сотрудниктарды қойып болсын, бір милицияларды шы. Өйткені бүкіл банағы жағдай жақсы, мықты деген кісілер сол жерге келіп тұрады. Бір контент қой, бағанда бір қызына бір предложение жасайды, анердің бәрін шашып, банашы. Болмаса біреудің типа бір туған күнін отмечать етеді. Енді ана жер өзі сол, білмеймін, ана жер бір вид па, сондай анау Есентайға қарама қарсы. Сол жер вечно сондай жерлердің бірі да, сол Есентай шашып кетеді. Бір артын жинамайды адамдар. Енді кім жинайды? Ойлаңызшы. Сізде мысалы машинаңызбен, жігітіңізбен мысалы жүрсіз. Бардыңыз ана жерге, бардыңыз, жан-жағыңыз қарайшы, кім жоқ. Бәрін тастадыңыз да, мысалы, сіз оны барып қайтадан алмайсыз ғой, мысалы. Ондай реткі адамдар, алатындар бар, бірақ өздері мана тұратындар бар, өздері тұрып, сол тұрған жерін тазалап кететіндер бар. Енді көпшілікке өйтіп шашуға болмайды да, бәрі барып шашады деп айта алмаймын мен. Бар ондай адам. Иә, основном мен жастар ғой енді көбісі. Сол жастармен бір моменттер болған жоқ па, сіз шашпа жина деген кезде? Өйтіп айтсаң, қазір андай ғой, екінің бірі блогер, бағанағы екінің бірі мықты, екінің бірінің көкесі бар, бағанағы крышасы бар деген дейші андай. Не көрдіңіз ба? Жарамайтын пакет, көрдіңіз ба? Мына шығарып аламыз. Жанында мұсыр болса аламыз. Көрдіңіз, жаңа айтқаным ғой, мына қатып атыр, көрдіңіз ба? Аяғымен бір теуіп өтесің. Шет. Мынада мұсырларды аласың. Қатып атыр, көрдің ба? Қала аласың мына, көрдің ба? Аламыз да машинге саламыз. Мұсырларын алады да елдер
ана көлікпен келе жатып бүйтіп лақтырып кетеді да мынандай мусорларыншы. Темекі тартқан, мынаны тастап кеткен. Осының бәрін бағанағы біздің көше сыпыратын кісілер осының бәрін тазалайды. А оны вечно мынаны қара. Мыналардың мусорларын уақытылы алмаған көшеге шығып жатыр мыналаршы. Азыр не көп, жерде бакраш көп қатып қалған. Анаумен бір тебесінде лақтырып жүрген. Негізі соны тастап кеткен адамдар ойланбайды, иә? Енді қайсы бір адам көп қой. Азыр мысалы міне көшені алып келе жатырмыз біздер. Артыңнан уже бір аппаратты томпайды бетіне қойып қояды, болды. Қарайды өткен адам, мына орнына толып тұр, алу керек. Барасың, аласың. Үйдің мұсырын да сеп тастап кеткен. Көп үйдің мұсыры ғой енді. Негізі сонда көшелерге қойылған орналарға адам өзінің Мысалы пакетімен, аз көшің пакетімен жолға тастап кетеді. Оны алмасам болмайды. Ойбай пәлен көшеде не көп, көше көп. Не көп, адам көп. Адаммен, қайсы бір адаммен айқайласып отырасың сен. сөз таластырып, ауыр сөздер айтып кететін кездер бола ма, мысалы? Бұл сіздің жұмысыңыз деп үлкен. Иә, ондайлар көп қой. Көп ондайлар. Сөйтіп бір ренжіп қалып сізбен бөліскен. Мысалы, қараңызшы. Элементарно, допустим, халық үшін стадионда концерт болады. И елдер сол концертке келген елдер бана билет сатып алған міндет па, мен таңғаламын. Абаяда именно бергі жағы циркқа дейін, арғы жағы анау Байтұрсыноваға дейін после концерта обязательно бычыт болып жатады, байқайсыздар ма өздеріңіз? Анау елдер түсінбеймін мен сондай адамдарды ше. Соны сіздер жинайсыздар, иә? Иә, полный тазалық біз жинаймыз. Сол кезде сбор бола ма, кәдімгідей барлығы бір жерге? Иә, ол мысалы стадионда бір мероприятие бірдеңе болып жатса, бізде басшылар бағанағы сояққа специально адамдар қояды. Мысалы, 1-2 бригада, бір бригада арғанау Байтұрсынова жағында тұрса, біреусі мысалы футбол болады, бір кісілер Сатпаева жағында болады. Реал Мадридтің футболынан кейін жинадыңыздар ма сіздер? Иә, бір кісілер Абай жағында. Сондай да ол. Жоқ, соны мен таңғаламын да, сол енді жарайды, енді футболға келсін, мысалы концертке келсін. Бана келді ғой енді. Енді келдің, хорошо, бана ішкен суың бар, бана жеген нәрселерің бар. Будь любезен, өзінің артын жинап кетті. Енді жинағанда мен енді оны үйіне алып кетті демеймін ғой. Бағанағы сол адам көп жиналатын жерге үлкен урналар қойылады негізі. Специально біз күндіз барып қоямыз да, дайындап. Мысалы, ол еще көзге көрініп тұрады ғой. Алдында, соны қолындағы затты бір 3-4 метр жерге барып, соның ішіне салудың орнына ол аяғына жерге тастай салады. Оны артта келатқан адам аяғымен еңкейіп бір алып атқан адамды көрмейсің ғой. Ана көпшіліктің арасында может намыстана ма деймін да елдер. Ол еңкейіп алудың орнына наоборот ол ары қарай теуіп, ол сол бір мусор кетті деңізші, ойлаңызшы, ана көпшілікпен бірге лесіпші, ана біреудің аяғына жабысып қалады салафан, или бағанағы теуіп кетеді. А оны кім тазалайды, мысалы, ойлаңызшы? Оны бағанағы, мысалы, өзіміздің былайша айтқанда анаңызбен жасты, мысалы, әкемізбен жасты кісілер ғой, енді основном жастары да бар арасында, сол кісілер тазалайды да. А негізі сол жерде, сол концерт болып жатқан жерде енді полиция қызметкерлері де болады, мысалы да. Ойлаймын да бір прям сондай анандай қылып істесе бағанағышы, чтоб иә, прям алып андай бір елге көрсетіп тұрып бір 5-6 адамға бір жақсылап штраф салып берсе, уже анау қасындағысы көреді, мынау анау баклажка тастаған үшін анаған штраф салып жатыр дейді да, ол уже тастамайды, ол уже мысалы да. Тоқтамайды ғой енді. Мысалы біз кетіп қалсақ, басқа семена келді. Бір күн, егерде бір күн алынбай қалса, жаңағы мысығын көшеге сыймай кетеді. Шашылып, баяғыда иттер шашып тастайтын еді ғой. Сол ұқсап шашып тастайды. Чисто маңдай тер, в рэпе кондитер, туған жерді әндетем. Сенің бары, сенің креdo, жаратушыға мен сенің кредом. Жаманнан жиреніп, жақсыдан пайдасы, фейс қара болса да жүрек қараймас. Жаманнан жиреніп, жақсыдан пайдасы, бірге қайталап
Менің өзіме, лишний өзімнің келгеніме 25 жыл болды осы Алматыға келгеніме. Бізде Қарақалпақстаннан келдік, иә. Ояқта жұмыс болмағасын жерде келіп отырмыз біздер. Мына өсіп кеткен өзіміздің туған балдарымыз бар ма? Жастарға бола келдік біздер. Жұмыс істесін деп. Ояқта жұмыс болған жоқ бізде. Бірақ енді өлмес, ояқта да жұмыс болмағанмен дегенмен де шүкір, жақсы. Ояқта өсіп жатыр, өркендеп жатыр. Өкінбейміз, неде өкінеміз. Балдарымыз қасымызда. Мысалы үшін менің 2 ұлым, 2 қызым бар, бәрі де қасымда. Тума туысқандарымның бәрі қасымда. 89 жыл көшіп келіп менің тума туысқаным. Өзіммен бірге туысқаным. 6 жанбыз, 6-ымызда көшіп келдік осында. Маңғыстауда, осында. Неде өкінеміз, мысалы үшін. Қазақстанның жері. Қазақпыз, адайдың қызымын мен, мысалы үшін. Есеке 40 мылтықтың қызымын мен. Аха, бәрі өз учаскемен шығып кетті. Аха, онда мен Тимирязоваға өзіме жоғарыдан бастап барам. Менде адам бар ма, жоқ па? Аха, болады. Мастеріміз ғой. Соны бүгін бригадиріміз демалып жатыр. Сол үшін да қайда баратын учаскені белгілеп алу керек. Асфальт дұрыс емес та бізде. Асфальт дұрыс болмағаннан кейін, мынау жиектегі машина ала алмайды. Міне, мынау орталық дұрыс келмейді. Міне, мынаның барлығын адамдар өздері қолымен сыпырып шығамыз. Міне, осыны осылай. Мынаның бәрі міне тас келіп тұрған. Жас кезінде барлық затты армандайсың ғой. Мен негізі юрист болғым келген еді. Заңгер болғыңыз келді? Заңгер. Сіз заң бойынша білім алдыңыз ба? Мен техникумды алғанмын. Бірақ енді университетке құлап қалғанмын. Ол кезде оқуға қиын болған. 83 жылы мен негізінде Алматыға Казгуге келгенмін. Біз бір орынға 25 адам болғанбыз. Осы күректерменен қырып барлығын. Ал енді осы жұмыстарда мысалы біз сияқты сіздерді түсіруге келетіндер көп шығар. Блогерлар болсын, бағдарламалар болсын. Сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Сондайға мысалы бұл бір күндік эйфория сыйлап кетеді, сіздерге одан кейін күн жалғасады. Не ойлайсыздар өстіп біздер келген кезде? Мен енді блогерлерменен мен өзім 2 рет 3 рет кездескенмін. Бірақ олар туралы ештеңе жаман айта алмаймын. Неге десең, олар бір күн болса да адамдарға қуаныш сыйлаған. Телевидениенің қаяқтан бізде солар? Ане хабар түсті? Алматы. Иә, содан келген қыздарды айтамын да. Мен жилетімді бердім, қызға перчаткамды бердім. Өзінше мен қасымда тұрады, перчаткамды дұрыстап киіп ал дедім, теріс кидің ғой. Рабочий жағын міне ғана қаратып киіп алды. Өздеріңізде былай көрген шығарсыздар, ана әкемізбен шешемізбен жас үлкен кісілер көше сыпырып жатқанда кеп ана блогерлар кеп ыстық кофесін әкеп беріп, бәрі жақсы, анандай көмектеседі. Бірақ қазір андай болған ғой, елдің бәрі соның бәрін обязательно видеоға түсіріп, салып, типа адамды кемсіткендей қылады. Содан көбісі қазір уже бізде рабочийларда бағанағыдай көп нәрсені уже алғысы келмейді. Потому что енді все равно адам болғаннан кейін намыстанады ғой. Допустим, көше сыпырып жатады ол кісі, или бір жерде қар тазалап жатады қыстың күні. Оған біреу келеді да бана бір кофе береді, соны андай видеоға түсіріп, бана жыр қып, контент қып, кейбіреулер бар, үндемей, атын айтпайды. Осы мынау қазақ фильмде болды ондай жағдай. Банағы екі тәте қазақ фильмде ярмарка деген бар ғой, мынау кіреберісі. Соның төңірегін тазалап жатыр. Бір кісі келді, мен риза болғаным. Келіп, тәтелермен, бізбен, бәрімізбен амандасып, тура түс уақытысы жақындаған кезде ғой, обед кезінде. Банағы аты жөнін айтпай, банағы кісілерге ақшалай сыйлығын беріп, қал жағдайын сұрап, сөйтті да, үндеген жоқ, аты жөнін де айтқан жоқ,
ешқандай видеоға да тартқан жоқ, түсірген жоқ та ештеңе. Сөйтті да кетіп қалды. Анау тәтелердің бәрі қуанып, риза болып. Сіз немен айналысқыңыз келетін еді? Білмеймін, өзім вообще ойлаймын, бір магазин болса, бір сауда негізі дұрыс қой деп ойлаймын өзім. Мүмкіндік болмауына не себеп болды? Енді неше түрлі жағдай болды. 2014 жылы мен әскерден келіп, военныйда контрактник болып жұмыс істейтін. 2014 жылы мамам ауырды, қатты ауырды. 2-3 операция алды. Бірінен кейін бірі болды да операциялар. Көтере алмады. 2014-те анам қайтыс болды. 2014-те. Одан кейін арада 4 жылдан кейін 2018-де январдың 8-інде әкем қайтыс болды. Мен енді банағы өкімет екі бауырымды детдомға өткіземіз деді ғой банағы. Енді әке-шешем болмаған сыншы. Мен екі бауырымды өз атыма жазып алдым. Опекун болдым да, короче. Мен анам қайтыс болған кезде 1-ші классқа енді барды. Ол даже қазір мамамды не помнит даже. Білмейді да ол. Қарындасым 4-ші класс па, сондай оқитын, 5-ші класс па, 4-ші класс па. Өзіңіз қарадыңыз ба, сіз екеуіне де? Әлде көмектескендер болды ма? Әпкем, туыстарым, Аллаға шүкір әйтеуір, ағайын туыс деген сол кісілер көп көмектесті негізі. Сол уақыттардан бастап сіз осы салада жүрсіз ба, или қалай келдіңіз? Мен, сол әкем қайтыс болғаннан кейін военныйда жүрдіңіз, мысалы, ол жақтың айлығы аздау болды. Шығып кеттім ол жақтан. Ол жақта мен военныйда контрактник болып жүрген кезде 2013, сол 2012-13 ғой, сол 14. Ол кезде айлық 60 мың, 80 мың теңге еді. Ол енді бағанағы квартираң бар, сол жақта тұратын. Жетпейтін ол. Сол үшін кеттіңіз, сіз? Кейін мынандай жағдай болды да, сонымен басқа енді әкем үйде, анам қайтыс болғаннан кейін әкем үйде болды ғой, 2 баламен. Енді ол әкем де жұмыс істей алмайды да, балалардан шыға алмайды. Сөйтіп мен военныйдан жұмыстан шығып, не алдым? Басқа жұмыс қарадым. Қайда істедіңіз? Көп жерде істедім. Стройкада істедім, охранада істедім, кафелерде, клубтарда охранада істедім, таксовать еттім, мен шыны керек қой, көп жерде істедім. Кейін осы 20-да ма, или 19-да ма, не помню, осы жұмыста енді достарым істейтін, ағам, бір жас үлкен ағамыз бар да, мен ол да осы жұмыста істейтін, сол бір жылдай сол кісінің водителі болып жүрдім да, одан КамАЗ айдадым. Көше жуатын КамАЗдар көрген шығарсыздар. Сондай КамАЗ айдадым одан. Кейін сөйтіп жүріп бригадир болдым. Жетісу ауданында бірінші. Одан кейін осы Бостандық ауданына ауыстым. Ал осы қазіргі жұмыс жасап жатқан мекемеге сіз қалай келдіңіз? Бұл жұмыс туралы қайдан естідіңіз? Мен негізінде жаңағы айтып жатырмын ғой, жаңағы нан жауатын жерде істейтін едім. Қасымда сол Қамар деген қыз болған. Соның атасы осы жерде Әуезовский районда жұмыс істейді екен. Бұл Алматы тазалық 2011 жылы ашылған. Сол ашылған кездері біз енді білмейтін едім негізінде мен. Мен сол станция чемалғанда Арман деген не бар, нан жауатын жер цех бар үлкен. Сода істегенмін. Сосын кейін сол Қамар келді да, Қамар негізінде менен кішкентай. Сол нүкістің қызы, ол да сол айтты, тәте, атам айтып жатырыпты, ана жерде тұрақты айлық. Сол тұрақты айлыққа жұмысшыларды алып жатқан ұқсайды. Тәте, сол жерге барып жұмыс жасасақ қалай көресіз? Жаңағы ол уақыттары біздер 6 күн істеп 1 күн демалатын едік. Сосын кейін как раз сол кезде біз сменмен істейтінбіз жұмысты. Сосын кейін атасы сол Қамарға айтып жатыр, енді бұл Қамар балам, сменнен шығып таңертең келіңдер тәтеңмен. Жаңағы ол уақыттары Алматы тазалыққа адамдарды набормен алады екен.
әр өзінің сезоны болады. Мартта, сосын күзде. Ертесіне жұмысқа келгесін тәте жақсы екен, жұмысшылар бірге, біздер ұқсаған жастар көп істеп жатқан сол жерде. Үйренісіп кетесіз ғой, ондай бір жұмыс қиын емес екен деді, маған айтты. Сөйтіп соны мен не де болса жақсы, мен 2 күн істеп 1 күн демалатын едім ол уақыттарда. 1 күн істеп 2 күн демалатын едік біздер. Сөйтіп соны жақсы не де болса көрейін деп тәуекелге бел буып шықтым. Неге десең, пекарняда істеуге болғанменен ол жер частный болғаннан кейін ол жердің айлығы бізге дұрыс келмеді. Менің енді балаларым өсіп келе жатыр. Қамбардың балалары кішкентай болғанмен, менікі уже өсіп келе жатыр. Ертең мыналардың қалай оқытасын, үй салуымыз керек бір жағынан. Сөйтіп соны ойладым да, сосын кейін Қамарға айттым, жақсы мен де бара салам онда деп. Сөйтіп Қамармен бірге келгенмін. Бірақ ол уақыттары Әуезовская районының наборы таусылып қалып, случайно осы Бостандық районына келіп қалғанмын мен. Сол жаңағы ол уақыттары азыр мынандай не қыл дейді ғой, наемники дейді, азыр жалдамалы рабочийлар. Соларды ол уақытта Алматы тазалық ашылған кездері субподряд деген бар екен. Сөйтіп адам қабылдамай қалып, соны кейін мен субподрядқа ілініп қалғанмын. Содан қарасам барлығы өзіміздің ауылдан келген балдар, қыздар. Содан кейін айтып жатыр. Жаңағы маған ішіндегі бригадир айтады. Дәме, дейді, енді ол кісі менен үлкен екен. Маған айтады, не үйді сыпырып білмейсің ба? Деп жатыр да. Жоқ, мен айтырмын, жоқ, сыпырып білем. Сонда не, мына сыпыртқыны ұстайсың да, осылай сыпырасың деп маған көрсетіп жатыр да. Сен сыпырып үйіп кете бересің, балдар өздері алады дейді. Ол уақыттар жас балдар қасымызда. Сөйтсем, акасы кішкентай куча қылып үйіп кетеді екенбіз, балдар жинайды екен оны. Соныменен сол азғантай уақыт істедім. Содан кейін осы мына неге, осы жерде Абаяда, мына жерде не бар ғой, Алатау метро, сол ашылған екен. Соның үстін жинайтын адам керек болған бұларға. Содан кейін енді әр күні әр бригадаға барамыз да, жаңа көмекке. Біз енді көмекшіміз ғой. Сосын кейін сол жаңағы біздің бірінші мастеріміз бар, Төлеубек аға деген, азыр пенсияға кетіп қалған ол кісі. Сол кісі маған, мен келіп сыпырып жатырмын. Ол өздері жаңа ашылған уақыттары на метроның үсті вообще страшно еді. Топырақ деген мүмкін емес, сол бардақ болып жатады. Ол уақыттары, метро ашылған уақыттары метроларды милициялар охранять етеді екен да. Соны таңда ерте келеміз. Сосын қарасам, содан кейін анау мастеріміз келді да, маған айтады, удостоверениеңіз бар ма дейді маған. Сосын кейін мен айттым, бар удостоверением. Қазақстан азаматысыз ба? Қазақстан. Онда не жүрсіз сіз? Бізге документальный өтіңізші деп. Сөйтіп сол кісінің арқасында мен осы Бостандық районға документальный өтіп кеткенмін. Содан бастап істеп отырмын. Январский событияда көше тазаладық қой. Бағанағы анау гильзалар сондайлар жатты, енді қару көрген жоқпын өзім. Бірақ көшеде бағанағы атылған оқтар сондайлар жатты. Біз анау неде Абая Сейфуллинада сол жақтан бері қарай тазаладық. Анау бөлініп тазаладық қой, бағана площадьта, мысалы бір бригада, например, осы Жароковада. Енді қанша қорықсаң да жұмыс қой, енді қайтесің енді. Құдай сақтасын, әйтеуір. Шықпаймын деп отказ бергендер болды ма? Ондай да болды. Основном бастықтар да бізде шығармады ғой, бағана не болып отқан кезде, бағана қаңтар оқиғасы болып отқан кезде біз басшылар да шығармады. Кішкене бәріміз неде, смендегі балалар, бағана көрдіңіздер ғой біздің гаражды. Бәріміз соқта ожиданияда болды. Кейін бәрі басылғаннан кейін шығып, әркім өзінің жұмысын істеп. Енді өздеріңіз де білесіздер ғой, қаңтар оқиғасы Құдай сақтасын, енді әп-әдемі қаланың быт-шытын шығарды ғой. Көп жерде андай шашылып жатты ғой, бәрін сындырып. Мана көрдіңіз, бір елканың басы кетті. Уже сол қаңтар оқиғасынан кейін
тынбай бір айдай бағанағы жұмыс істедік қой, бәріміз тазалап, пока полный тазаланғанша. Татовой енді білмеймін, адамдар не көрінген, мынандай орналарға дейін сындырып, көшеге лақтырып кеткен ғой сол кездеш. Бәрін бытшын жарып. Енді былай қарап тұрсаң, қала енді әр адамның өз қолында ғой, мысалы, бәрі таза болса. Мысалы сол жұмысты жасап жатқан кезде бір кедергі келтіретін адамдар бола ма, түсінбей тұратын? Ой, көп ондай. Сондайларға Основном енді бізде енді Алматыда көп болады ондай орыс кемпірлер, бағанағы анау даже жас қолына ит жетектеп жүретіндер. И олар түсінбейді да, мысалы, сен тротуар жуып келетсің, техника. Анау аварийка жанып тұрады, мигалка жанып тұрады. Енді адам өзіңе қарама-қарсы бағытта келатқан адам көреді ғой техниканы. Сен жуып келетсің, енді адам реакция болу керек қой, адамда қашып жетке. Былайша жол беру керек қой саған. Жоқ, кейбіреулер тұрып, ана видеоға түсіріп, вы че, почему ночью не работаете дейді. Мен айтамын да, мы и днем, и ночью работаем. Енді жұмыс біздің. Мысалы да. Оны түсінбейтін адамдар көп болады да, мысалы. Өзіңді видеоға түсіріп, я сейчас милицию вызову дейді. Мен айтамын, пожалуйста, вызывайте. Онымен бүйтіп сорып тұрмайсың ба, енді уақыт жоқ та онымен деп тұратын. Жарайды дейсің, аға, ой, спасибо деп болсын да кетесің дальше. Олар бағанағындай видеоға түсіріп, бана қазір анау елдің бәрі айтып тұрмын ғой, блогер болып кеткен ғой бәрі, енді тиктокқа салады, инстаграмға салады, бір хайп па или бір контент па, сол елдерге түсінбеймін мен соны. Зачем деймін да, біреуді барып біреудің істеп жатқан жұмысын комментировать етіп. оны сен былай істеме деп, ол мысалы біздің мысалы бастығым емес, маған бүйтіп айтады. Бізге команда беріледі ғой, мысалы акимат айтады бастықтарға, мына көшені тазалаңдар. Бізге бастықтар, мастер участкалар, замдар бізге айтады, мына тротуарды мына жақтан бастап, мына жаққа дейін до границы, от границы до границы. Бостандықский район мысалы жуып тазалаңдар. Хорошо, біз барамыз, бағана суымызды алып, бағана техникамен тротуарға түсеміз да, и кетесің жуып. Сол моменттен неше түрлі жағдайлар болады да, бағана сол какой-то бір көшенің ішінде кейбіреулер болады, машинесін тротуарға қойып кетеді. Ана бүйтіп жуып келесің да, анандай жер қалып кетеді, жуылмай қалады. Өйткені не себеп? Машина тұрады алдында. Оны қайтып жуасың? Оны кейде түсіп барып, телефон номер жазылып тұрса, звондап айтасың, алыңыз деп. Кейбіреулер түсінеді, алады, кешірім сұрайды. Кешір, асығып тұрып кіріп шығып едім 1 минутқа деп алады. Ал кейбіреулер алмайды, ол кейбіреуінде телефонда болмайды. Ол тұрады да сол жер жуылмай қалса, қайтадан қайтып келіп жуасыздар ма? Иә да, оны кейін бәрін біткеннен кейін қайтып келесің. Қайтадан уақыттарыңызды алады, иә, кәдімгі? Конечно, ол соны енді өздеріңізде білесіздер ғой, мысалы Алматы қаласында қандай пробка, мысалы. Сіз мысалы анау жер мына көшенің басы қалып кетті, сіз ана басына кеттіңіз, мысалы Абая Назарбаевадан мынау Абая Софияға жету деген, ол білмеймін енді, пробка ғой ол. Оны сонымен мына жақтан бастықтар шығады, сен қайдасың, ана жер неғып жуылмаған. Оны айтасың, телефон негізі бір шетінен жақсы болды, сондай нәрселер келе жатасың, түсіріп аласың да айтасың, міне мен мына жерге кіре алмаймын. Кедергі тұр алдымда депші, мысалы көлік тұр. Соны өздері айтады, хорошо, онда ол жерді қалдыр да дальше кете бер депші. Түсіріп алған жақсы екен, иә, бәрін? Негізі, ең тыныш сол ғой. Әйтпесе кейбіреулер болады, мысалы сен мен машинамды соқтың, биттің депші, анау тұз себесің ғой. Ол өздері тақалып келеді артынан. Бана тұз себесін. Содан кейін келіп бәле іздейді сенің бана артынан ұшқан бана тұздар, машинамды сырды, битті. Неше түрлі жағдай бар ғой. Ал сізге олар сіз қалағандай сыйластық көрсете ме? Арасында бір мысалы артық қоқысын, үйден алып келе жатқан қоқысын тастап кеткен балаларға, немесе жаңағы жәшікке дұрыс салмаған балаларға дұрыстап сал деп үлкендікпен қалай айтсаңыз, олар тыңдай ма? Мынандай не ғой, енді айтып отырмын ғой, ондай адамдар көп емес, енді арасында болып қалады.
бірақ мен сәл кішкене ондай уақыттары ренжіп қалам да, кейде апарам да өзіне қарай тас ұстама деп, или айта салам, ұялмайсыз ба, бұл сізге қоқыс жәшік емес. Мен айтам, түсіндірем оларға, бұл қоқыс жәшік емес, бұл только окурка и этот ішкен суыңыздың несін тастайтын ғана зат. Ол қоқыс жәшік деген ана жерде тұр ғой деп түсіндіресің. Но бірақ кейбіреулер түсінгісі келмейді. Енді кейбіреулері ренжімеңізші, асығып бара беремін, сала салайыншы деп өтініш етеді. Енді өтініш еткен адамға енді түсінесің да, асығып баратқан шығар деп. А так енді біреулер бар, енді грубый тарс еткізіп лақтырып кетеді көзінше. Сол уақыттары мен айтамын, ой, дұрыс емес. Негізінде айғайлап қалам. Бұл жұмыс, мысалы, сіздердің біз кеше ұжымдастарыңызбен де сөйлескен кезде көбісі өзінің қызметін шынымен де жақсы көреді. Бұл бір шарасыздықтан табылған жұмыс деп ойламайды. Ал қоғамда керісінше бір аяушылықпен, қатты бір мүсіркеп қарайтын адамдар болады. Соларға не айтасыз? Оларға айтар едім, ол ешбір мынау ненің кәсіп дейміз ғой, оны арланудың керегі жоқ. Біз негізінде адал нан жеп отырмыз. Қазіргі соңғы уақыттары мен қуанатыным, жастар жағы көп бізге келіп жатқанда. Жастар, бірақ біздің ішімізде высшее образованиемен жүргендер бар. Бұрын мұғалім болғандар бар. Медсестралар бар. Енді деп қарап тұрсаң, жаман емес деп ойлаймын. Барлығы ол мәжбүри емес қой. Енді бұл жұмысқа көбінесе 40-тан асқан кезде келеді. Енді данный момент осы 1-2 жыл болды, жастар келіп жатыр. Оларды көріп ойлайсың, значит, бұл былай қарай өрлеп бара тұрған кәсіп. Негізінде не? Оған адалынан нан тауып жесең, арланбауың керек. Былай қарап отырсаңыздар, таза еңбек сол кісілердің арқасы ғой. Мысалы, көше сыпырып жүрген кісілерді мен өзім білмеймін, қатты сыйлаймын. Өйткені сол кісілердің арқасында, мысалы, приятно да өзімізге де, мысалы, қала таза, мысалы, ол кісілер байғұстар көшені таңертең келіп, көшені сыпырады. Енді нағыз сол еңбек сол кісілерде ма деп ойлаймын өзімше. Енді бізге былай айтқанда, біздің Бостандық район элитный район ғой негізі, Алматыда. Негізі, өздеріңіз білесіздер. Мен деген бағанағы заведениялар, бағанағы біздің рабочийлар, бағанағы дорожный рабочийлар, анау формамен жүріп барып кіріп туалетке кіріп шайын десе кіргізбейді. Кәдімгідей кірмейсің деп тұрып алады. Ал енді қараңыздар, енді ол жерге туалетке кірмейді. Көшеде туалет жоқ. Енді ойлаңыздар, мысалы, не істейді ол кісі, шыдайды? Былай деп айтады ғой, например, кез келген кафедегі ол туалеттер халыққа қолданылуға өтірік қоғам бар. Сіз алдағы киіммен барсаңыз, сізді кіргізеді. Потому что сіз үстіңізге бүйтіп қарайды да айтады, мына кісі бір жерде жақсы жерде қызмет жасайды екен деп. Ал сіз өзіңіз бір эксперимент жасап көріңіздерші, бір жаман киім киіп алып виллаға ма барып көріңіздерші. Не только кіргізген, сізді ана территориясынан айтады, ана жаққа депші. Ол мысалы Есентайға бар, көріңізші эксперимент просто. Алыстан біреу сіз түсірсін, ол жерден де шығарып жібереді. Мысалы, ол күлетін нәрсе емес қой, былай қарасаңыз, күлетін жағдай емес. Просто видите, бізге сондай қызмет істеп жатқан адамдарға, ол кісілерге анандай не жоқ та, условия ше, негізі. Сізді тұпыраттап қалған, уже көрген кезде бір-бірлеріңізге күліп қарайтын кісілер бар ма? Наташа деген қыз бар. Енді ол орыс қыз. Сол, енді ол дворник ол. Ол домды сыпырады, бірақ енді күнде кездесеміз. Сол кездескен сайын бір-бірімізді көргенде қуанып, ол мені көргенде қуанып. Сол қоя салады да келіп, жағдайымды сұрайды. Қалайсыз? Жақсымысыз деп. Сосын кейін бір-бірімізге бүгінгі күніңіз сәтті өтсін деп тілеп кетеді. Ал көшеде жай өтіп баратқан адамдар амандаса ма? Күніңіз жақсы өтсін деген сөздерді айта ма жастар қазір?
кейбірде жас балдар да жас қыздар да күліп тұрады. Мен негізі күліп тұрған адамды жақсы көремін. Иә, қолымнан келгенше мен өзім жасым үлкен болса да сол сыпырып жатқан кездері оларды күтіп тұрамын. Өтіп кетсінші деп. Иә, неге десең бәрібір оларда сол тазалап, мысалы да үйінен таза шығады ғой енді олар. Иә, мен өзімді оларға қарай деп сыпырғанды қолайсыздау көремін. Кішкене күтіп тұрамын. Сосын сыпырып жатқанда мен оларға қарай айтам: балдар, тұра саласыз ба? Потом рахмет. Сол тұрғаннан кейін рахмет айтам жастарға. Сферада жүргеннен кейін, мысалы, осы жерде енді қанша болды жұмыс істеп отырық. Ана адам әдет болып қалады екен. Мен мысалы кеше Қызылорда қаласына барған кезде, Қызылорда қаласында бүйтіп тазалығына қарап жүрмін ғой өзіммен өзімше. Ана көшеде ше, ойлап қоямын да, мына жақта бүйтіп біздегіндей тазаламайды екен деп, анау уже әдет болып қалады екен адамда ше. Мысалы, остановкаларына қарап. Иә, анау бүйтіп ойлап қойсын, бізде тәуе жақсы тазалайды екен ғой деп ше. Бір жұмысты уже как будто сояқта бір жұмыста жүргендейсің да, бірақ өзің бір шаруамен барсаң да, бірақ былтыр отпускында Астанаға бардым. Астанаға барсаң да жан-жағын қарап жүресің де, анау уже действительно адамға уже ана жұмыста жүре беріп, бір сферада жүре берсең ұзақ, уже әдет болып қалады екен да, қалыптасып кетеді екен. Жан-жағына қарап, ана қай жерде бір анау біреулер болады ғой, біз анау бір жерге мусор тастап кетпесін деп, ана бригадир болып жүрген кезде көшені бүйтіп таңертең жұмысқа келесің де, адамдардың бәрін өзінің орындары бар да, өздерін тазалайтын. Адамдардың бәрін қоясың да көшеңді бүйтіп аралап шығасың ғой, мысалы, қай жерде не жатыр, мысалы, қай остановка может сыпырмай қалды ма деп, өзің бүйтіп қарап шығасың ғой. И бағана отпускамда Астанада жүріп, кәдімгідей бүйтіп қарап жүрмін ғой көшелерге ше. Ойлап қоямын, молодцы, жақсы деп ше, таза, енді столица болғаннан кейін ба. Қысты қыс демей, жазды жаз демей, далада жүрміз, өміріміз далада жүреді біздің. Үйде болған күнімізден, далада болған күніміз көп. Немеремізді қыс айында ұйықтап жатқанның үстіне барамыз. 9-да. 8:30-9-ға барамыз үйімізге. Пробка. Сосын бір автобус біздерде. Бүттін Алматыны жинап шығады. Қай райондыкін досын. Ана Әлпабірден бастап 2 адам, 3 адамнан жинап бастайды. Осы ең соңы біздер келеміз ғой. Сөйтіп через Алтын Орда кеткесін станция Шамалғанда тұрамыз. Масқара үйімізге 9-да барамыз. Таңертең таң көзді уқалап шыға береміз. 5-те автобусқа мінеміз. Сол жерден көп еңбегім сіңді деп айта аламын, Алматы тазалыққа. Толқып отырсыз ба? Иә. Барлық жылдарыңыз көз алдыңыздан өтіп жатыр ма? Қолыңыздан ұстайыншы. Өте жақсы, жадырап, жайнап отырсыз. Еңбектеріңізге рахмет. Біз өте бағалаймыз. Қаламыздың тазалығы сіздердің арқаларыңызда. Қарап, прям құшақтағым келіп отырсыз да. Өте жақсы жұмыстарыңызды бағалаймын. Қатты толқып тұрсың ба? Мама ретінде өте жақсы ана екенсіз. Рахмет. Балаларыңыз қатты бағалайды сіздің жұмысыңызды. Күшті эмпат болып тұрмын. Толқып тұрсыз, қатты толқымаңызшы. Біз андай әдейі көрсету үшін, жай түсіру үшін емес. Менің көңілім боласыз өзі. Иә, өзіміз қызығып тұрмыз сөйтіп.